Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге iGEM командасы. Ең алдымен iGEM деген не екенін еске түсірейік. iGEM бұл синтетикалық биология саласындағы халықаралық жарыс. iGEM байқауы студенттерге синтетикалық биологияның шекараларын кеңейтуге, әлем алдында тұрған күнделікті мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 2012 жылдың қаңтарында iGEM қоры MIT университетінен бастау алып, Кембриджде тәуелсіз коммерциялық емес ұйымға айналды. iGEM қоры iGEM байқаумен зерттеу әдісін және білім беруді қолдайды. Сол жылы iGEM университетінің студенттері ғана емес, сонымен қатар кәсіпкерлер және жоғары сынып оқушылар да қатысуға мүмкіндік алды. iGEM байқауы бүкіл әлемге танымал. Бұл байқаудың танымал болу себептерін және оның жетістіктері туралы егжей-тегжейлі талқылайық. Бұл сыра қайнату. Сыра қайнату кезінде ұсақ саңырауқұлақтар отталған арпа қантының ерітіндісіне енгізіледі. Олар белсенді түрде метаболизденеді. Бұл процесс ашыту деп аталады. Ашытудың жанама өнімі сырада кездесетін спирт. Мұнда біз тұтынуға арналған өнім өндіру үшін қолданылатын ағза ашытқыларды көреміз. Биотехнологияның басқа да қызықты мысалдары сүт қышқылы бактерияларының дақылдарын пайдалана отырып, сүттен ашытылған сүт өнімдерін айран, сүзбе және тағы да басқа алу болып саналады. Сондай-ақ ашытқыны пайдаланып нан пісіру де мысалы болады. Бұл биотехнологиялар адамзатқа көптеген ғасырлар бойы белгілі болды. Бірақ бүгінгі күні биологтар бізге қажет процестерді ұйымдастыру үшін әлде қайта күрделі әдістерді қолданады. Сіз бұл туралы білмеген шығарсыз, бірақ биотехнологияның ең озық бағыттарының бірі гендік инженерия. Генетикалық инженерия, сондай-ақ генетикалық модификация деп аталады. Бұл ағзаға жаңа ДНК-ны енгізу. Бұл процесс ағзаның ДНК құрылымын өзгерту үшін зертханалық технологияны пайдаланады. Мысалы, өсімдікке, микроорганизмге, жануарға, тіпті адам ағзасына жаңа гендер енгізу арқылы оған бұрын соңды болмаған жаңа керекті қасиетті беруге болады. Осы мақсатта бүгінде гендік инженерия ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, медицина және генотерапия сияқты көптеген салаларда қолданылады. Енді ауыл шаруашылығы саласында гендік инженерияны қолдану мысалдарының бірін қарастырайық. Ауыл шаруашылығында гендік инженерияның маңызды қызметтерінің бірі вирустарға төзімді өсімдіктер мен жануарларды алу болып саналады. Қазіргі уақытта оннан астам әртүрлі вирустық инфекциялардың әсеріне төтеп бере алатын түрлері бар. Тағы бір қызметі өсімдіктерді зиянкес жәндіктерден қорғау. Өсімдіктердің генетикалық модификациясы арқылы танаптарды пестицидтермен өңдеудің қарқындылығын төмендетуге болады. Мысалы, трансгенді картоп және қызанақ өсімдіктері Колорадо қоңызына, мақта өсімдіктері әртүрлі жәндіктерге, соның ішінде мақта қоңызына төзімді. Ғылымның бұл екі саласы әртүрлі мақсаттар мен практикалық дағдыларға жауапты болғанымен, рекомбинантты ДНК-ны пайдалануда ұқсастықтар кездеседі. РДНК-ға кіріспес бұрын, жалпы ДНК дегеніміз не екенін еске түсірейік. ДНК немесе дезоксирибонуклеин қышқылы барлық белгілі тірі ағзалардың дамуы мен қызмет етуінде қолданылатын генетикалық ақпаратты қамтитын молекула. Оның негізгі рөлі ақпаратты ұзақ мерзімді сақтау болып саналады. Құрамындағы ДНК екі спиральдан немесе аденин-тимин немесе гуанин цитозин сияқты нуклеотидтер тізбегінен тұрады. Бұл нуклеотидтердің әрқайсысы қант молекуласынан, фосфат тобынан және азот негізден тұрады. Міне, сіз білмейтін қызықты факт. Белгілі бір ДНК тізбегінде негіздердің реттілігі немесе реті белгілі бір белгілер мен сапалардың көрінісімен байланысты. Мысалы, GTC, ATT тізбегі бұйра қоңыршашқа жауапты болуы мүмкін, ал GTC, AAT тізбегі түзу қара шашқа жауапты болуы мүмкін. Сонымен, рекомбинантты ДНК дегеніміз не?
рекомбинантты ДНК немесе РДНК генетикалық рекомбинация деп аталатын процесс арқылы әртүрлі көздерден алынған ДНКны біріктіру арқылы түзілетін ДНК. Қарапайым тілмен айтқанда, рекомбинантты ДНК бұл қажетті сипаттамаларды алу үшін әртүрлі немесе бір-бірімен тығыз байланысты организмдер гендерінің екі немесе одан да көп бөлімдерін біріктіру арқылы жасалған молекула. Оны алу үшін рекомбинантты ДНК-ның белгілі бір технологиясы жасалады. Рекомбинантты ДНК технологиясы тірі ағзалардың немесе олардың өнімдерінің жақсартылған және қажетті сипаттамаларын алу үшін организмнен тыс генетикалық материалды өзгертуді қамтиды. Бұл технология сәйкес вектор арқылы қажетті ген тізбегі бар әртүрлі көздерден алынған ДНК фрагменттерін енгізуді қажет етеді. Технологияны инсулинді өндіру мысалы арқылы қарастыруға болады. Алдымен қажетті гені бар жасуша алынады. Бізде инсулинді кодтайтын гені бар, ұйқы безінің жасушасы бар. Геннің қажетті бөлігі шектеу, яғни рестриктаза ферментімен кесіледі. Әрі қарай геннің бұл бөлімі лигаза ферментінің көмегімен плазмидаға немесе басқа жолмен векторға бекітіледі. Вектор геннің генетикалық материалы басқа жасушаға тасымалданатын механизм. Плазмидалар жалпы вектордың мысалы болады. Бұл вектор рекомбинантты ДНК. Содан кейін бұл векторды әртүрлі әдістермен басқа организмге немесе жасушаға енгізіп, өсіреді және көбейтеді. Және нәтижесінде олар бірден қолдануға болатын дайын инсулин алады. Осымен біздің видеомыз өз аяғына жетті. Біздің арнаға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар.